Ішкі нарықта өндірілмейтін азық-түлік тауарларын сатып алу тетігі енгізіле ме? Коронавирустан елдегі барлық өңірі жасыл аймақта. Бокстан Азия чемпионатында 22 медаль дайын, толығырақ. Ел тынысы. Республикада өндірілмейтін немесе аз көлемде өндірілетін азық-түлік тауарларын сыртқы нарықтарда сатып алу тетігі енгізілмейді. Бұл жайында Сенат депутаттардың сауалына премьер-министр Алихан Смайыловтың жауабында айтылған. Азық-түлік тауарларының негізгі түрлері бойынша ішкі нарықтың отандық өндіріс есебінен қамтамасыз етілуі 80 және одан да көп пайызды құрайды. Бұл ретте елде өндірілмейтін азық-түлік тауарлары көбінесе азық-түлік тауарларын өндіруге арналған шикізат болып табылатын өнімдермен ұсынылады. Оның атап өтуінше, табиғи климаттық жағдайларға байланысты Қазақстан экзотикалық жемістер, балықтың мұхиттық түрлері және теңіз өнімдері сияқты өнім түрлерін импорттауға мәжбүр. Бұл тауарлар белгілі бір тетікті енгізуді қажет етпейді, деді Алихан Смайылов. Ғаламтор парақшасынан 9 наурыздағы жағдай бойынша Қазақстан өңірлеріндегі эпидемиологиялық ахуалды бағалау матрицасы жарияланды. Оған сәйкес жасыл аймаққа барлық өңір енді. Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары, сондай-ақ Алматы, Ақтөбе, Атырау, Ақмола, Батыс Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қарағанды, Қостанай, Қызылорда, Маңғыстау, Солтүстік Қазақстан, Павлодар және Түркістан облыстары. Қызыл және сары аймақтарда орналасқан өңірлер жоқ. Шартарап. Microsoft корпорациясы Ресей нарығында өнімді тоқтатқаны былай тұрсын, ел аумағынан уақытша шығады. Корпорация техникалық өнімдерді жеткізуді де тоқтатады. Мәліметке сәйкес әңгіме жаңа құрылғылар мен ойындарды сату туралы. Бұрын сатып алған жобалар, олар үшін жаңартулар және белсенді жазылымдар жұмысын жалғастырады. Спорт лайф. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Герлицті параолимпиададағы жеңісімен құттықтады. Бейжіңде өтіп жатқан параолимпиада ойындарында қазақстандық биатлоншы Александр Герлиц 10 шақырымдық жарыста қола жүлдеге ие болды. Бұл Қазақстанның алғашқы медалі. Александрды шын жүректен құттықтаймын және спортта бұдан әрі қарай да табысты болуына тілектеспін деп жазды мемлекет басшысы өзінің Твиттердегі парақшасында. Ал Александр осы жетістігін қазақстандық нәзік жандылардың құрметіне арнаған болатын. Сонымен қатар Иорданияның астанасы Аман қаласында өтіп жатқан бокстан жастар мен жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионатында соңғы ширек финалдық жекпе-жектер өтті. Ширек финалдың қорытындысы бойынша Қазақстан құрамасының 22 боксшысы жартылай финалға шықты. Бұл кем дегенде 22 қола жүлдеге кепілдік береді.